Бірнеше күннен кейін қасиетті болған, берекелі болған Рамазан айына аяқ басамыз. Кезінде апаларымыздың, аталарымыздың Рамазан айына қалай дайындалып, Рамазан айын қалай ынтызарлықпен, аса бір қуанышпен күткендігін көріп өскен қазақ халқы да бүгінгі күнде өте бір қуанышпен, ерекше көңіл күймен күтіп жүргендігінің куәсі болып жатырмыз. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін жаттап, тіпті осы Рамазан жайлы, Рамазанның үкімдері жайлы әртүрлі, әр алуан сұрақтар қойып, біздерге де хабарласып жатқан халықтың қарасы мол екенін көрген кезде көзің қуанады екен. Иә, Рамазан айының кіріп келуімен қуану, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан қалған сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айы кіріп келген кезде «Қад жаакум шахру Рамадан» сендерге Рамазан айы келді, шахрун мубарак, берекелі ай келді. Ифтарадаллаху алейкум сияма, Алла тағала ол айда сендерге ораза ұстауды парыз етті. Юфтаху фихи абуабул джанна, ол айда жәннат есіктері ашылады. Уюғлақу фихи абуабул джахим, ол айда жаханнам есіктері жабылады. Ватуғаллу фихи шаятин, және де шайтандар кісенделеді. Фихи лейлатун хайрун мин әлфи шахр, ол айда сондай бір түн бар, ол түн 1000 айдан да абзалырақ. Мән хурима хайраха фақад хурим, кім-де-кім ол түннің жақсылығынан қорғалса, немесе бүкіл Рамазан айының жақсылығынан қорғалса, ол толықтай жақсылықтардан қорғалған болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі Рамазан айы кіріп келген кезде сахабаларды үгіттеп, сахабаларды жігерлендіріп, сахабаларды мынау айдың қандай ұлы ай екендігін түсіндірумен сахабаларға қарсы алатын болған. Ағайындар, Рамазан айы келіп жатыр. Бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолына ерген халде осы Рамазан айына қалай дайындықпен барамыз? Сол жайлы бір-екі ауыз сөз айтқымыз келеді. Неге? Өйткені көпшілігіміз осы уақытқа шейін қанша Рамазандарды өткіздік. Рамазанды кіріп келіп жатқан кезде бір ерекше ынтызарлықпен, ерекше шадманмен күттік те, Рамазан өткен кезде өзіміз ойлағандай құлшылық ғибадаттар жасай алмай қаламыз. Рамазан келген кезде өзіміз ниеттенгендей, өзіміз жоспарлағандай қылып өткізе алмай қаламыз. Сөйтеміз де Рамазан өткеннен кейін ойланып тұрамыз. Неге мен Рамазанды ойдағыдай өткізе алмадым? Неге мен Рамазанда құлшылық ғибадаттар жасай алмадым? Неге мен Рамазанда жоспарларымды атқара алмадым деп өз-өзімізден есеп алып, өз-өзімізді жей бастаймыз. Ағайындар, Рамазанды ойдағыдай өткізгіңіз келсе, осы сабақты соңына шейін тыңдап шығыңыз. Ең біріншісі айтайық. Ең біріншісі тәубе жасау керек. Ең біріншісі Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de айтады: "Ватубу илаллахи джамиан эйюхал муъминун лааллакум туфлихун" дейді. Яғни, ей мүміндер, ей мұсылмандар, барлықтарың Алла Тағалаға тәубе етіңдер, сонда құтыласыңдар дейді. Яғни құтыласыңдар дегенде неден құтыласыңдар десе, осы дүниедегі ауыр қиыншылықтардан, жаман өмірден, бақытсыздықтардан құтылса адам баласы, ана дүниеде тозақтан құтылады. Ағайындар, тозақтан құтылу, мәңгі бақи жанатын тозақтан құтылу, шынайы құтылу емес пе? Ағайындар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күнде 100 ретке дейін Алла Тағалаға жарылқау тілеп, Алла Тағаладан тәубе ететін болған. Оның сөзі қандай білесіздер ме? Оп-оңай: астағфируллаху ва атубу илейх. Міне болды, бітті. Астағфируллах, бітті. Бұдан асқа ешқандай сөз жоқ. Астағфируллах ва атубу илейх. Болды. Бұдан басқа ешқандай сөз жоқ. Осыны айтасыз, сіз Алла Тағалаға истиғфар айтып жатсыз. Алла Тағаладан жарылқау тілеп жатсыз. Және де Алла Тағалаға тәубе етіп жатсыз. Енді бір адам сұрауы мүмкін: не үшін біз тәубе қыла береміз? Не себепті біз тәубе қылуымыз керек деп? Ағайындар, күнде біз қаншадан қанша күнә жұмыстар жасаймыз. Мәселен, жай ғана мынау телесериалдарды алайық. Телесериалдың ішіндегі ислам шариғатында харам етілген, мәселен,
Bögde әйелдерге қарау, әйелдердің әурет жерлеріне қарау, яки болмаса әйелдер қауымы болсын, мәселен сол жерде істелініп жатқан харам істерге қарау, сол сияқты нәрселердің барлығын біз күнделікті атқарамыз. Не болмаса біздің жүрегіміздегі риягерлік, яки болмаса тәкаппарлық, қандай да бір дерттер болады. Не болмаса аузымыздан шығатын боғауыз балағат сөз болуы мүмкін. Әркім өзінің күнәсін өзі біледі. Қандай да бір үлкенді кішілі күнә жасап жатқан болуы мүмкін. Ең қорғанда біздер мынау соткамызды ашып алып, әлеуметтік жерлерде Фейсбугі бар ма еді, жаңағы Твиттері бар ма еді, Телеграм бар ма еді, отырамыз да сағаттап уақытымызды жұмсап жатамыз. Ол сағаттап уақытымызды босқа шашқанның өзі үлкен күнә. Сағаттап уақытымызды босқа шашқанның өзі үлкен күнә. Неге? Өйткені ертең ол жайлы Алла тағаланың құзырында сұраламыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ертең қияметте уақыттың қадірі жайлы сұралатындығы жайлы хадистерде айтып өтілген. Демек біз осы нәрселердің барлығын есімізге алып, я Раббым Алла, күнәларымды кешір. Я Раббым Алла, сен қалағандай пенде бола алмай жатқан болсам, я Раббым Алла, жүрегіме тәкаппарлық келген болса, деп тұрып соларға жарылқау тілейік. Не болмаса қандай да бір күнәлар істеп қойған болсақ, сол күнәларға жарылқау тілейік. Яғни өзімізді тәубе етуге үйретіп жүрейік, ағайындар. Екінші, Рамазан айы кірерден алдын екінші істеуіміз тиіс болған нәрсе бұл дұға жасау. Рамазан айына жетуімізді сұрап, Құдайдан сұрайық. Өзіңіз ойлаңызшы, өткен жылы қаншадан қанша игі жақсылар, қаншадан қанша туысқандар, бауырларымыз қасымызда еді. Олар осы Рамазанға жетеміз, осы Рамазанда сіздермен бірге, сіздермен біз сияқты Рамазан айына кіріп тұрып, оразамызды ұстаймыз деп не деп еді. Олар ойлаған жоқ, бұл Рамазанға жетпестен өмірден өтіп кетеміз деп ойлаған жоқ. Біз де беймәлім, мына 5-6 күн немесе 10 күннен кейін өмірден өтіп кетеміз ба? Рамазанға жете алмай қаламыз ба? Беймәлім. Шағбан айының оразасын шамасы жеткендер ғана тұтқаны абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалған сезіктендері сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтпауды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Кезінде ізгілердің жасайтын дұғалары, я Раббым Алла, Рамазан айына мені аман есен жеткіз, және де Рамазан айын маған аман есен өткізуімді нәсіп ет. Басқа хадистерде пайғамбарымыз қабылдаған халде, сен разы болатын амалдармен өткізген халде бір-екі күнінде ораза тұтпаңдар деген. Сондықтан да ағайындар, әрбір мұсылман адам Рамазан айына аман есен жетейін. Рамазан айын Алла тағала қалағандай өткізейін. Рамазан айында ешқандай қате кемшіліктерсіз, Рамазан айында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көрсетіп бергендей өткізейін деп тұрып дұға жасау керек. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тіліне қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын жалқаулықты ертеңге қалдыруды тастауымыз керек. Сондықтан да ағайындар, Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктендері сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтпауды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 13-ші, 14-ші күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ғибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Біз егер Алла субханаху ва тағала разы болатындай өмір кешіп, ертең қияметте жүзіміз жарық болсын десек, ертең қияметте Алла тағаланың құзырында жүзіміз жанып тұрып, Алла субханаху ва тағаланың алдында жәннет бақшаларына кіріп, Алланың разылығына кенелгіміз келсе, ораза мен үшін
оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, дейді делінген. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын Шағбан айының оразасын шамасы жеткендер ғана тұтқаны абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктендер сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Алла Тағаланың құзырында жүзім жарық болсын десеңіз, міндетті түрде Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, яғни шақ күні сондықтан да кейін айта кететін нәрсе, көпшілік адамдар айтады, тырысып жатырмын, жалқаулықтан тырысып жатырмын. Ұстаз, айтыңызшы, жалқаулықтан қалай құтыламын деп айтып жатады. Барат түні 6-шы наурыз күні ғибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Басқа хадистерде пайғамбарымыз Алланың орнымен сәлемі болсын. Намаз уақыты келді ме? Орныңыздан тұрыңыздар. Бір-екі күнінде ораза тұтыңдар деген. Орныңыздан тұрыңыздар. Ораза Алла Тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла Тағала ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, қандай да бір іске аз-аздан дайындалады. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын Шағбан айының оразасын шамасы жеткендер ғана тұтқаны абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктендер сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтуды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 13-ші, 14-ші күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ғибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Басқа хадистерде пайғамбарымыз Алланың оған сәлемі болсын. Рамазан айының алдыңғы 1-2 күнінде ораза тұтқандар деген. Ораза Алла Тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла Тағала ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, дейді делінген. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын сіз Шағбан айында ораза ұстағандай өзге айларда абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктендер сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтуды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 13-ші, 14-ші күні ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ғибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Ол айда пенделердің амалдары әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға алдыңғы 1-2 күнінде ораза тұтқандар деген. Ораза Алла Тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла Тағала ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, дейді делінген. Пайғамбар саллаллаху алейхи Ұлы вассаламның жан жары Айша радиаллаху анха Бухари риуаят еткен хадисте айтады. Лам якунин набию саллаллаху алейхи вассалам ясуму шахран аксара мин Шағбан. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешбір айда Шағбан айынан да көп ораза ұстамайтын. Шағбан айы бұл Рамазан айының алдыңғы. Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтуды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері,
яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 13-14 күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Басқа хадистерде пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Рамазан айының алдыңғы 1-2 күнінде ораза тұтпаңдар деген. Ораза Алла тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла тағала ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, дейді делінген. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын арабша Шағбан айының оразасын шамасы жеткендер ғана тұтқаны абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуына сезіктендері сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтуды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші яғни шақ күні Рамазан айы кірген кезде әсіресе Шағбан айының 13-ші, 14-ші күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ғибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Сүретті Рамазан айы кіріп келген кезде мен Рамазан айының ішінде 2 рет 3 рет Құранды басынан аяғына Рамазан айының алдыңғы 1-2 сөйтіп Рамазан айы біткеннен кейін сұрасаңыз неше рет бітірді десеңіз бітіре алмадым. Ораза Алла тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла тағала ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, дейді делінген. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын арабша Шағбан айының оразасын шамасы жеткендер ғана тұтқаны абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуына сезіктендері сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтпауды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 13-ші, 14-ші күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Басқа хадистерде пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Рамазан айының алдыңғы 1-2 күнінде ораза тұтпаңдар деген. Ораза Алла тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла тағала ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, дейді делінген. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын арабша Құран-ы Кәрімді Рамазан айында оқымайтын болсақ, біздерге егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктендері сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтпауды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 14-ші күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ғибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Басқа хадистерде пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Рамазан айының алдыңғы 1-2 күнінде ораза тұтпаңдар деген. Ораза Алла тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла тағала ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді, дейді делінген.
көзімізді, Ұлы жаратушы барлық құлағымызды ұлттардың харам тілімен қоса нәрседен сақтау, іштегі тілімізді айтылмаған әртүрлі тілектерді ғайба, де біледі. өтірік, Сондықтан боқтау, ауыз боғауыздан бекіту қазірден дұғасы тыйып және жүрейік. ауыз ашар Құлағымызды дұғаларын әртүрлі сондай боқтау, боғауыз, ғайбат сөздер шамасы естуден жеткендер ғана тыйып жүрейік. тұтқаны абзал. Көзімізді Егер Шабан харам айында істерге үздіксіз қараудан ораза тұтып, тыйып Рамазан жүрейік. айындағы Ағайындар, парыз оразаға егер шамасы келмей қазірден қалуынан, бастап осылай сезіктендері өз-өзімізді сергек қалыпта үйрететін қарсы болсақ, ала Рамазан алмай айында қалмасын деген ол сақтықпен нәрседен толықтай Шабан айының арыламыз. 15-нен Себебі соң пайғамбар ораза саллаллаху тұтуды алейхи бұйырған. уассалам иннамал Шабан хулму айының биттахаллум 13-ші, деген, 14-ші, яғни 15-ші халимдік күндері, сипат, халимдік яғни сипат дегенде шақ күні біреу сізге ораза зарар, ұстаған азар дұрыс. беретін болса, зиян Әсіресе беретін болса, Шабан айының оған 13-ші, қайтып зиян 14-ші беруге күні қауқарыңыз күндіз жетсе де ораза сабыр ұстап, етіп оны кешіріп жіберу Барат күні халим 6-шы дейді. наурыз күні Халимдік ғибадатпен сипат өткізгеннің адам өзін сауабы әсте-әсте өте соған мол. үйретумен келеді. Басқа Ва хадистерде иннама сабру пайғамбарымыз биттасаббур, Алланың игілігімен сабыр сәлемі ету болсын. бұл Рамазан адам айының өзін алдыңғы әсте-әсте 1-2 сабырға күнінде ораза тәрбиелеумен тұтпаңдар келеді дейді. деген. Демек, адам Ораза өзін Алла көзін, тағалаға тілін, жақындататын құлағын ең үлкен жаман істерден құлшылықтың тыюға бірі. қазірден Ораза жайлы әсте-әсте құдси тәрбиелейтін хадисте болсаңыз, Алла тағала Рамазан айына кіріп ораза мен келген үшін кезде оның одан сауабын құтылуыңыз өзім беремін. оңай болады. Пендем тән Және рахатын, ішіп алтыншы жеуін нәрсе, менің разылығым Рамазан үшін айы тәрк кірген етеді, алған дейді істену керек делінген. болған алтыншы Ұлы нәрсе, жаратушы бұл барлық ұлттардың Рамазан тілімен айына қоса дайындықпен іштегі айтылмаған Рамазан тілектерді айына де дайындықпен. біледі. Қалай? Сондықтан Оған ауыз өзіміздің бекіту жоспарымыз дұғасы бар. және ауыз Ант ашар болуымыз керек. дұғаларын Мен Рамазан айында мына нәрсені істеймін, Шабан айының мына нәрсені оразасын істеймін, шамасы жеткендер мына ғана нәрсені істеймін деп тұтқаны тұрып, абзал. біз өзімізге Егер Шабан нақты айында жоспар үздіксіз қоюға, ораза тұтып, нақты жоспар Рамазан қоюға айындағы парыз оразаға шамасы ол келмей қандай жоспар болуы мүмкін? сезіктендері Мысал ретінде сергек біздің қалыпта осы қарсы соңғы ала неміз алмай бөліміміз Рамазан қалмасын айына деген алға істеліну сақтықпен керек болған. Шабан Ең айының біріншісі 15-нен соң Рамазан ораза айында тұтуды бұйырған. тақуалығымды Шабан күшейтемін айының деп жоспар қояйық. 13-ші, Неге? 14-ші, Өйткені 15-ші жалпы бұл күндері, оразаның яғни біздерге шақ мәселен бір күні ай оразаны ораза біздерге ұстаған адам дұрыс. баласына, мұсылмандарға Әсіресе міндеттерінің Шабан ең айының негізгі 13-ші, мақсаты 14-ші күні адамзаттың күндіз ораза тақуалығы. ұстап, Адамзаттың Барат түні 6-шы тақуалығын наурыз күшейту. күні Алла ғибадатпен Тағала Құран өткізгеннің ayetinde сауабы يا өте أيها мол. الذين آمنوا Басқа كتب хадистерде عليكم пайғамбарымыз الصيام Алланың كما ораза كتب على берген الذين сәлемі من болсын. قبلكم Рамазан айының لعلكم алдыңғы яғни 1-2 күнінде ей ораза иман тұтпаңдар келтірген деген. сіздерге Алла ораза тағалаға парыз етілді. жақындататын Сіздерден ең үлкен алдыңғы құлшылықтың бірі. пайғамбарлардың Ораза жайлы үмбеттеріне парыз құдси етілді. Не хадисте үшін Алла десе, тағала ораза لعلكم мен үшін تتقون. оның сауабын Тақуа өзім беремін. Тақуалық Пендем жасау үшін. тән рахатын, Тақуалық деген не ішіп өзі? жеуін менің Тақуалық разылығым деген үшін тәрк етеді, пенде дейді өзімен делінген. күнә Ұлы жаратушы жұмыстардың барлық арасына ұлттардың перде тілімен қою. қоса іштегі Өзімен күнә айтылмаған жұмыстардың тілектерді де арасына біледі. бөгет Сондықтан қою. ауыз Алла бекіту тағала дұғасы құлшылық, және ғибадат ауыз ашар жасау. дұғаларын Және де араб Алла тағаланың Шабан өзі, айының Алла тағала оразасын өзін шамасы бақылап, жеткендері ғана көріп, тұтқаны біліп абзал. тұратындығын Егер сезінуі Шабан ол айында тақуалық деп үздіксіз айтады. ораза Басқа ғалымдар тұтып, Рамазан тақуалық айындағы дегеніміз парыз Алла оразаға шамасы тағаланың келмей алдындағы қалуынан және пенделердің сезіктендері алдындағы сергек бүкіл қалыпта қарсы ала міндеттемелерін алмай орындау қалмасын деп деген түсіндірген сақтықпен ағайындар. Шабан Міне айының осы нәрселерді 15-нен соң өз-өзімізді ораза қазірден тұтуды дайындап, бұйырған. осындай жоспар Шабан қояйық. айының Мен 13-ші, иншалла 14-ші, Рамазан айында 15-ші күндері, тақуалардан боламын. яғни Алла шақ тағала күні айтқандай ораза тақуалардың ұстаған қатарынан дұрыс. табыламын деп тұрып, Әсіресе өз-өзімізге Шабан айының осылай 13-ші, жоспар қояйық. Өзімізге 14-ші жоспар қоюымыз күні керек болған күндіз екінші нәрсе ораза ұстап, бұл Барат тозақ түні 6-шы наурыз күні отынан ғибадатпен өзімізге өткізгеннің жоспар сауабы қояйық. өте мол. Иншалла, мына Рамазанда мен Басқа хадистерде өзімнің пайғамбарымыз нәпсімді Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. өз-өзімізге Рамазан айының жоспар алдыңғы бекітейік. 1-2 Неге? күнінде Өйткені ораза ағайындар, тұтпаңдар деген. Алла тағала Құран Ораза айтады. Алла тағалаға жақындататын فمن ең үлкен زحزح عن құлшылықтың النار бірі. Ораза وأدخل жайлы الجنة құдси فقد хадисте فاز. Алла тағала ораза Кімде мен кім үшін оның тозақтан сауабын азат өзім етілсе беремін. және жәннатқа Пендем кіргізілсе, тән міне рахатын, сол ішіп жеуін шынымен менің жеңіске разылығым жеткен үшін дейді. тәрк етеді, шынайы дейді жеңіс, делінген. шынайы Ұлы жетістік жаратушы бұл барлық адам ұлттардың басын тілімен қоса іштегі тозақтан айтылмаған арашалап тілектерді де жәннатқа біледі. кіргізген кезде Сондықтан ауыз бекіту жәннатқа дұғасы бірінші және басымызды ауыз ашар ұстаған немесе дұғаларын бірінші қадамымызды тастаған кезде Шабан айының шынайы оразасын жетістікке жетеміз. шамасы Міне, жеткендері ғана Рамазан айының тұтқаны ішінде абзал. өз-өзімізді Егер Шабан айында тозақтан азат үздіксіз етуге ораза тырысайық. тұтып, Рамазан Себебі айындағы парыз пайғамбарымыз оразаға саллаллаху шамасы алейхи келмей уассалам қалуынан мубарак хадис сезіктендері шарифте сергек айтады. қалыпта қарсы ала Имам алмай Ахмад риуаят қалмасын еткен деген хадисте айтады. сақтықпен إن Шабан لله айының تعالى 15-нен соң أتقى في ораза كل тұтуды يوم бұйырған. وليلة Шабан يعني في айының رمضان 13-ші, وإن لكل 14-ші, مسلم في 15-ші كل يوم күндері, وليلة яғни دعوة шақ күні مستجابة. ораза
ұстаған дұрыс.
әсіресе шағбан айының 13-ші, 14-ші күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Басқа хадистерде пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Рамазан айының алдыңғы 1-2 күнінде ораза тұтқандар деген. Рамазанның Алла тағалаға жақындататын ең үлкен құлшылықтың бірі. Ораза жайлы құдси хадисте Алла тағала ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын кірген кезде мен иншалла өзімді жанымды тұтқаны абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктен сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтпауды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Рамазан айында берілетін сауаптарға, Рамазан айы Алла тағаладан етілген парыз екендігіне иман келтірген халде. Және сол амалды, сол парызға мен жетемін, сол сауаптарға мен келелемін деп шынайы сенген халде ораза ұстайтын болса, оның сол уақытқа шейін істеген бүкіл күнәсі кешіріледі дейді. Қараңызшы. Оның сол уақытқа шейін істеген бүкіл күнәсі кешіріледі. Аллаху акбар. Бұдан да үлкен бақыт, бұдан да асқан ғанимет бар ма ағайындар? Айтыңыздаршы. Пендем тән рахатын, ішіп жеуін менің разылығым үшін тәрк етеді дейді делінген. Ұлы жаратушы барлық ұлттардың тілімен қоса іштегі айтылмаған тілектерді де біледі. Сондықтан ауыз бекіту дұғасы және ауыз ашар дұғаларын арабша жоспарымыз Рамазан айында істеуіміз керек болған. Шамасы жеткендер ғана тұтқаны абзал. Егер Шағбан айында үздіксіз ораза тұтып, Рамазан айындағы парыз оразаға шамасы келмей қалуынан сезіктен сергек қалыпта қарсы ала алмай қалмасын деген сақтықпен Шағбан айының 15-нен соң ораза тұтпауды бұйырған. Шағбан айының 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері яғни шақ күні ораза ұстаған дұрыс. Әсіресе Шағбан айының 13-ші, 14-ші күні күндіз ораза ұстап, Барат түні 6-шы наурыз күні ибадатпен өткізгеннің сауабы өте мол. Басқа хадистерде пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Рамазан айының алдыңғы 1-2 күнінде ораза тұтқандар деген. Ораза Алла тағалаға жақындататын ең үлкен біз оны Алла тағала біздерге бұйырғандай қадірін біліп өткізуді нәсіп етсін. Және біздердің барлық жасаған құлшылық ибадаттарымызды қабыл етсін.